Енді айтсайшы ары қарай, не ашқың келеді, не бизнес ашқың келеді? Бизнес дей бересің да. Бизнестің планы болу керек конкретно. Жоспары болу керек. Конкретно нәрсе айту керек. Мынандай нәрсе істеймін. Бизнесті білесің, арзан аласың, қымбатқа сатасың. Немесе қызмет түрін ұсынасың солай. Не нәрсе енді? Мен өзім алдағы уақытта не істегің келеді? Конкретно планың бар ма? Мен мына айдан кейін мынандай істеуім керекпін. Мынандай айдан кейін мынандай табысқа жетуім керекпін. Сол үшін конкретно пландар болады мысалы. Бренд ашқың келеді дейсің. Не ол бренд деген? өзіңіз Қандай бренд? Өз жеке бренд. Не нәрсе? Өзіңіз біліп тұрсыз ғой, мысалы Gucci, Prada деген брендтер бар, киім брендтер. Мен де сондай өзімнің жеке андай киім брендімді ашқым келеді. Сен сказка айтасың да қазір ашқың келеді. Иә, дұрыс. Сен өзің сенбей тұрсың ғой оған ашуыңа, дұрыс па? Қаяқтан ашасың сен? Адам, білесің ба? Просто адам өзі сену керек дейді да. Сендіргенде қалай сендіресің адамды? Өзіңді қалай сендіресің? Мысалы, мен тұрамын да айтамын. Мен 2 жылдың ішінде Kanye West сияқты Easy деген бренд ашам, Adidas-тың нелерін. Жалпы Easy деген Balenciaga деген сияқты болады ғой. Мен соны өзім сенбеймін да қазір, мен айтып тұрмын бірақ. Иә. Неге мен сенбеймін, білесің ба? Неге? Потому что мен көзім көріп тұр, мен өз-өзімді алдай алмаймын оған. Мен сені алдай алам. Досик, короче, давай мен 2 жылдан кейін Easy деген сияқты бренд ашайын деп жатырмын Америкада. Неше түрлі брендтер, көтеріленіп, кәдімгідей әдемілеп жеткізіп саған. Сені сендіре аламын да мен. Бірақ мен өзім сенбеймін оған. Қайдан выход болу керек? Ол один прекраснейден ұйықтап тұрып, все, мен бренд қалыптастырдым деп зат емес ол. Все, мен там киім брендім бар, анау деп. Ондай зат емес ол. Ол жайлап келетін нәрсе. Жайлап емес, процесспен келеді. Жайлап та қатты да ол алдағы не бақытыңа байланысты да, еңбекке байланысты, мүмкіндікке байланысты. Ол процесспен өтеді. Инвестор іздейсің. Сен даже инвесторды қалай табуды да білмейсің. Олармен қалай кездесуді білмейсің. Олармен қандай пайда, оның пайдасы сенің пайдаң, оның еңбегі сенің еңбегің, оның ақшасы жалпы пайызға қанша бөлу керек, солардың сен даже оларды да білмейсің сен мысалы. Сен қайдағы киімнен айтып тұрсың сен? Өзіңді мысалы сендіру үшін процесс. Мысалы сен қазір Алматымен, мысалы Қаскелеңнен шығып Алматыға барыласың, дұрыс па? Иә. Білесің ба қайда бару керек екенін? Білесің, дұрыс па? Жолдан прямо жүрем. Сеніп тұрсың оған, и барасың бұйырса. Иә. Сен бір жерге түстің. Қазір мен сені барамда Лос-Анджелестің бір жеріне лақтырып кетемін. Тіл білмейсің, пәлен жерге бару керек дейді. Сен сенбейсің, мен бара алмай қалам ба деп қорқасың сен ішінде. Қайда барамын, не істеймін енді? Тілді түсінбеймін. Мысалы да, Нью-Йоркқа бару керексің. Қалай барасың? Қайда, қай самолет, қай аэропорт, билет қалай алады? Сенде уайым пайда болады. Білесің ба? Потому что сен оған сенбейсің, бара алмай қалам ба деген қорқыныш туады. Сол сияқты сенде де бизнесте сен қазір сенбейсің оған. Мен саған айтатыным, миың сенбейді, конечно. Миың енді өзің ғой енді ол. Мида ақымақ емес қой ол. Ол осы уақытқа шейін өмір сүріп келе жатыр 20 жыл. Ол да кезінде талай басынан опыттар өткен, сказканы айтып сендіре алмайсың оны. Бала кезде сендіретін шығарсың. Бірақ өзі келе мида дамиды, өзіңмен бірге. Адам ғой енді ол. Адамның миы ғой. Ол да дамиды, бірақ уже ол фактқа байланысты ол сеніп бастайды. Енді сен ойланып отырсың, сен ананы істеймін, мынаны. Сен уже бағытың дұрыс емес. Сенің ойлау қабілетің дұрыс емес. Егер дұрыс болғанда, сен уже жолды білесің. Сол үшін де жолын білмесең, оны армандаудың керегі жоқ. Пошаговый план жоқ дейсіз ғой. Иә. Жолын білмесең, оны армандаудың керегі жоқ. Оны өйтіп арманның қадірін кетіруге болмайды олай. Қадірін кетіріп, жаңағыда пайдасыз, әшейін әңгіме қылудың керегі жоқ оны. Пайдасыз әңгімелер ше. Сол үшін де армандай білу керек, сену керек. Сені алсаң, Алла қаласа жетесің деген сөз. Мысалы да, сені алсаң, сен жетесің. Енді мен саған айтатыным, не болғың келеді, кім болғың келеді дегенде, мен қазір дейсің, былай айтасың, міне. Мен саған оңай жолын айтайын. Өзің ақ сенесің қазір. Сен өзіңе сенбейсің өз айтқан сөзіңе, бірақ қазір мен айтқан сөзге сен сенесің. Мен саған айтам былай. Досек, былай жасайсың, досеке, былай жасайсың. Бірінші каналдар ашасың YouTube-тың. Потому что бастапқы уақытта саған капитал керек, ақша керек. Бірінші каналдар ашасың, қолынан келетін проектілер түсіресің. Шаман келгенше қолында бір телефоның бар. Даже сенде компьютерда жоқ болуы мүмкін. Телефон бәрімізде бар ғой, қазір телефонды аласың, видео жасайсың.
диктофонның орнына жаңағы микрофонның орнына сол диктофонды қолданасың. Сөйтіп саған бір контенттер жасайсың. Бір оқиғалар жайлы адамдарға қызықты контенттер жасайсың. Шамаң келеді ау деген. Сөйтіп бастапқы 2-3 ай қиналасың. Бастапқы 2-3 айдың ішінде сен монетизация қоса аласың бір 3 айдан соң. 3 айдан бастап бір 50 мың, 60 мыңнан бастап бастайды саған. Айына 100 мыңға сөйтіп сен тағы 2-3 канал ашасың. 6 ай, 7 айдың шамасында сенде уже айлық табысың 100 мыңға жетеді. Дұрыс қимылдап отырсаң, дұрыс қимылдап. Бұл YouTube бұл. 6-7 айларда уже сен айлық табысың 100 мыңға жете бастайды. Сонымен бірге сенде 3 каналың болады. 3 каналдан каждыйынан 50 мыңнан түсіп тұр, 50 минимум айтып жатырмын. Бұл одан да көп болып кетуі мүмкін. 300 мың теңге, 500 мың теңге тауып кетуі мүмкін. Бірақ мен минимумды айтып жатырмын да. Біз жағдайдың төменгі жағын алып жатырмыз. Себебі барлық адамдарға минимуммен сөйлесек, максималды жағдайлар олар бізді уайымдатпайды. Бізді ақша көп тапсақ бізге вообще жақсы, ойлаудың керегі жоқ. Біз таппай қалсақ ше деген де запасной план болу керек деген сияқты әңгіме. Сол үшін айтып жатырмын. Сен бірінші аласында 150 мың теңгелік табысқа жеттің. Нәтижесінде сен 150 мың теңге табысқа жеттің, сен уже ноутбук алуың керексің. Рассрочка айына 50 мың төлейтін. 100 мың теңге сенің расходың, 50 мың теңге ноутбукқа кетеді. Телефон енді бар сенде. Сөйтіп бір кезде сен уже ноутбук алғаннан кейін тағы 2 канал қосасың. Сол кезде сен күнделікті 5 каналда, мысалы айына, күнделікті демей-ақ қой, себебі күнделікті контент шығарып отыру енді мүмкін болады. Қиынға соғады, бірақ мүмкін барынша істеген дұрыс. Себебі бастапқы уақытта YouTubeға не керек? Көп контент керек. Себебі біреуі атпаса, екіншісі атып кетеді деген сияқты. А когда сенде миллион, 100 мың, 1 мың подписчикке барғанда сен әдемілеп, качественный қылып, айына 3 контент шығарсаң да болады. Жалпы просмотрға саған пайдасымен, мысалы, плюс-минусына байланысты ғой. Мысалы, сен айына 30 контент салып, 150 мың шығарсаң, немесе айына 3 контент салып, 500 мың шығару мүмкін деген сияқты, ше. Сондай болуы мүмкін, да? Көрдің бе? Мәселе сен көп ақша табуында. Қанша контент жарсаң да көп ақша табуында. Бірақ бастапқы жаңа адамдарға, жаңа каналдарға бір жағынан да өзіңнің опытың да көбейеді. Контент жасап, тез жасап үйренесің. Нәтижесінде 5 каналды жүргізіп бастайсың компьютер алғаннан кейін, ол саған 5 канал уже сенде опытың да көбейе бастайды. 50 мың теңге табатын едің, әр каналдан уже 9 ай, 10 айдың ішінде сен каждыйынан где-то 100 мың теңгеден таба бастайсың. 100 мың мен 100 мың, бұл минимум темада. 100 мен 150 мыңның арасы. Мысалы 100 мың деп айтақ, сенде 5 канал, 100 мың, минимум сен 500 мың табасың. 500 мың тапқаннан кейін сен уже ноуттың қарсынан құтыласың, астыңа көлік алу мүмкінсің, немесе ары қарай сенде уже даму басталады. Жеке брендті сол кезде сен YouTube арқылы басталады. Через YouTube арқылы көп нәрсені айтатыным сол. Ең үлкен мүмкіндік, мен өзім білетін нәрсе, мүмкіндіктердің бірі сол YouTube арқылы келіп тұр. Себебі бұнда біріншіден YouTube'пен жұмыс істегеннің пайдасы бір өзің жұмыс істей аласың. Сен басқа адамдармен жұмыс істеп көр, попробуй. Ешкімге тәуелді болмайсың ғой. Сен мысалы басқа жұмыстарды, инфобизнес саласын көр, неше түрлі салаларды көр, бір адам істеу қиын, қатты қиын болады. Бір адам еш нәрсеге жету. Мен мүмкін шығар, бірақ қиын болады. Сату маманы керек, дизайнері керек оған. Профессионалды мысалы, монтаждау керек, көп мамандықтарға мұқтаж болып қаласың. Ал YouTube'да шаман келгенше монтаждайсың, шаман келгенше обложка жасайсың, шаман келгенше ютубер боласың. Шаман келгенше творчествоны қолданасың. Сөйтіп сен дами бересің. Жаңағы сценарий жазатын творчествоң болса, дизайнерлік қабілетің болса, мысалы, обложка жасағың қатты мықты болмаса да болады баста. Кейіннен әдемілей бересің. Сосын монтаждай алатын қабілетің болса, телефонмен ақ монтаждауға болады. Және YouTube-тың тілін білсең болды. Осы 4 нәрсе. Алдағы уақытта 4 нәрсе туралы бір видео шығару керекпін негізі. Осы YouTube-ға 4 нәрсе жайлы. Енді қарап отырсам, YouTube арқылы сен бұның бір жақсы жері, TikTok пен Instagram-ға қарағанда бұл жерден сен ақша аласың да. Көрдің бе? Салған контентіңе монетизация қосқан ақша аласың. Сөйтіп сен дами бересің, уже ары қарай дамисың, уже бір айда миллион жарым неге жетесің. Бір жарым жылдың ішінде айына миллион теңге табатын дәрежеге жетсең, бір жарым жылдың ішінде минимум айтып ол да максимально одан да қысқа уақытта одан да көп ақша табуға болады. Жете бергеннен кейін сен уже хочешь не істегің келді бұрын. Анчы боласың ба, блогер боласың ба, немесе айына тауып жатқан миллион теңгеңді
елге көрсетесің ба, мен осы айда миллион теңге түстім деп өзіңді, жеке өзіңді досикпін деп адамдарға танытып, ақшаңды көрсетіп, алған көлігіңді көрсетіп, барған жеріңді, ішкеніңді, жегеніңді көрсетіп, сен уже мен осындай дәрежеге жеттім, Дубайда тұрам, Америкаға бардым, виза алдым, YouTube себепті деп өз-өзіңді сол кезде таныта бастайсың. Сосын сен атағың шыққаннан кейін сенде уже не болады? Қаласың қанша боласың мысалы? 2 клип түсір, 3 клип түсір. Ақша бар сенде. Қазіргі күнде талант емес, талант та керек. Бірақ егер талантың жоқ болса, қажетті адамдар бар. Вокалға барсаң да болады. Енді вокалдың жұмысы өте қиын жұмыс. Көп адамдар әншілер айтады, әнші болып туылу керек дейді ғой, бірақ қазіргі күнде еңбек етсең болатын шығар деп ойлаймын. Егер қатты қалап тұрсаң, сенің арманың сол болса. Мысалы, рэп жазсаң да болады. Рэп жазғанға дауыстың да керек жоқ, бірақ ритмға түсуге оны дайындайтын адамдар бар. Ақшаң болса болды клаб. Сосын бір жақсы клип түсіресің. Көшеде қаңғып жүрген, нашақор, қаңғыбас, солардың өздері рэп жазып, мысалы, атақты болып жатыр ғой. Америкада қай жерде болсын. Сондай темаларға кірсесің, саған ұнайды, потому ал ертең вдруг сенен жақсы, главное сенің қалауың болу керек. Вдруг сенен бір жақсы трек шығып, жақсы бір рэп шығып, мысалы, ән шығып, немесе өлең шығып, атса сені уже вообще атағың көтерілгеннен уже сен енді киім, анау брендқа сол кезде бастайсың жаңағыдай. Жұмыс жасап дейсіз ғой. Мәселе сода болып тұр. Әр нәрсенің шағы бар да, 12-ші этаждан сен көтерілу үшін лестницамен 1, 2, 3, 4, 5 деп сен шығу керексің. Әр нәрсенің өзінің орны бар. Не үшін бірінші сыныптан 10-ші сыныпқа жайлап оқытады 1, 2, 3, 4 деп. Әрқайсының өзінің жасап қойған пландары бар. Сол үшін саған айтаттым, пошаговый план керек. Менің жасым қазір 18-де, одан кейін 19-да, 19 мен 20 жастың арасында мен мынаны жасап үлгерім керекпін. Миллион табысқа жетуім керекпін. 20, 21, 22, Алла қаласа өмір болса, мен мынандай нәрселерді істеуім керекпін. Клип жазып көруім керекпін 1 жыл бойы. Сенде ақша түсіп тұр уже, контентін тастамайсың. Рэп жазып көруім керекпін. Сенде ағылшын тілін үйренуің керексің жаңағы, сонымен параллельно жүреді. Солай жасайсың. Енді әркім ары қарай ақша түскеннен кейін, атағыңды көтеріп алғаннан кейін, өзіңнің бұрынғы бала кездегі қол жетпеген армандарыңа қол соза бастайсың. Ол сегізде уже қиял емес, ол арман болып қалады. Қиял деген ол қолдан келмейтін нәрсені айтып армандау. Ал арман кішкене арасында қол жететін нәрсе де мүмкін, қол жетпейтін нәрсе де мүмкін. Ал жоспар конкретно ол жоспарланған нәрсе да. Сол үшін де жаңағыдай содан кейін барып сен сол жолға түсіп, есептеп, уже стратегия құрып, анализ жасап, қалай көтеріп, зерттеп, сен турасында айтасың, мен бренд ашқым келеді, бизнес ашқым келеді, товарный бизнес ашқым келеді. Товарный бизнес 99 адам жүрмей қалып бір адамдікі әрең жүреді. Потому что әр нәрсенің өзінің еңбегі бар да. Еңбек ету керексің нәрсе, любой нәрсеге. Құдай осылай жаратып қойған. Еңбек ету керексің. Аласың. Кейде еңбек етсең де алмау мүмкінсің. Бірақ бәлкім көбіне еңбек етсең де ала алмайсың. Көбіне солай. Сен соған дайын бола бер. Бірақ ол еңбекті тастап қояды деген сөз емес. Істей бер, жетесің. Просто сен басқалардан жақсырақ істеу керексің. Мысалы, біреу канал ашты, жүргізді, ол күніге аптасына 2 контент алса, сен аптасына 7 контент салуың керексің. Сен содан солай асасың. Мейлі сенің салған видеолардың просмотры болмай қалса, сен монтаждауды үйренесің. Творчествоға үйренесің. Сен қазір бір сценарий жазып үйренші қазір. Мен мысалы баста, бұрында мен сценарий жазбайтын кезде видеоға қарап сөйлей алмайтын едім. Сценарий вообще қалай, нені бастайды? Мен тупо бір күндері алдым да, өзім ойлағандай жаза бердім сценарийді. Ойдамын, жаздым. Нәтижесінде мен 5-6 сценарий жазып бастағаннан кейін ютубта дами бастадым. Бұлай жазылу керек екен ол. Бұлай жазылады. Кейде келесіде сен 2 сағат бойы бір сценарий жазатын болса, келесі дамудың үстінде сен 20 минутте бір сценарий, жарты сағатта сценарий жазып тұрасың, 10 минуттық видеоны. Сол үшін де үйде компьютердің қасында, телефонның қасында контент біту керек сол жерде. Сол жерде істеп жасауың керексің сен. Қарап, жаңағыдай неше түрлі жағдайларды айтып беріп, мына жағдай осындай болған, бұрын соңында мынандай жағдайлар болған. Бір нәрсені құрастырып. Егер сенде творчество бәрі көп адам, мысалы маған кейде ой келеді да, мысалы контентті өзім ойлап табамын кейде. Кейде өзіме ой келмеген кезде мен ютубтан қараймын да, бір нәрсені іліп алып кетемін. Сол бір шеттен бір видеоны қараймын, ана видеоға вообще қатысы жоқ мен шығаратын нәрсе. Сол жерден бір нәрсені аламын да, референс деп айтады.
содан қарап мен уже өзімдікін шығарып жіберемін, нәтижесінде анау жер мен көктей болып қалады, ананікі бөлек, менікі бөлек. Бірақ бір нитканы жұлып алғам да содан. бір түйін аламын дейсің. Бір түйінді аламын да, содан уже все уже кетеді уже. Сен сол үшін видеоны көп қара, сен просто так қарама видеоны. Мен бір нәрсе аламын, не алуға болады дегенмен қарау керек. Мақсатым сондай. Прямо қолымнан келмесе, нагло ұрлай беру ғой, ютубта нормально. Переводта да өзгертті, ұрлағанда қалай? Көшір деп айтады. Өз еңбегін жаса, видеоларда енді о жақтан ұрламай енді. Сол сияқты бір контент ойлап тап, жаз. Все, болды, содан кейін уже просто қазір ақша керек, главный нәрсе ақша керек. Ақша и білім. Білім дегенде жаңағыдай сол жолдағы нәрселерді білу керексің. Вообще-то бірінші ақша керек. Ақша болғаннан кейін сен білімді аласың. Тәжірибе керек жаңағыдай. Ал сен сол жолдармен бизнеске кіріп барасың. Сен қазір мектептен бітіріп жаңадан келдің, сен бизнес ашам дейсің да. Мен бала қалай айтсам екен. Бір еріккеннің әңгімесі болды шын мен айтсам. Рахмет сізге Асеке осындай бір керемет бір пашазбей нәрсе айтқаныңызға. Оны просто осыдан кейін барып енді сен сенесің да осыған. Иә. Сен алдын мен саған бана айттым ғой. Қазір мен саған бір нәрсе айтамын дедім, сен сенесің соған дедім. Сен өз-өзіңе сенбейсің, не то что айтып тұрсың. Просто сен соған сенгің келеді да. Өз-өзіңді алдап жатсың сен. Мен соған сендірткім келеді да. Ол сенбейсің ғой, сен өз-өзіңді алдай алмайсың сен. Дұрыс па? Мені алдауың, басқаны алдауың көрсе, я менде мүмкіндік бар, мен скоро бренд ашам, білім бар менде, оны айта алмаймын саған, ол мен жоспарым. Сосын мен ойлап қоямын, досик действительно ол ашайын деп жатыр деп ше. Керемет, ол ашайын деп жатыр деп ше. Бірақ сен өзіңді алдай алмайсың, сенде түбінде артында ешқандай жоспар ешнәрсе де жоқ та. Сол үшін де осындай болу керек та. Саған бірінші ақша керек. Ол один прекрасный день, все ұйықтап тұрып оянып кетемін, болды бизнесмен, бай, бренд ашып бастаған, ондай болмайды ол деген. Онда адамдар білмеймін енді. Бизнес деген десе, не ол бизнес дегенде? Бизнес жаңағыдай арзан алып қымбатқа сату, немесе жаңағыдай өз қызметіңді жақсы бағаға ұсыну, сол бизнес деген негізі. Бірақ конкуренция бар ол жерде. Слепо кете береді да адамдар, слеп көзді жұмады да, все. Анау істеді, мен істей беру керек деп айта береді. Бір нәрсенің артынан қалмайды. Конечно, мен де айтамын, бір нәрсенің артынан қалуға болмайды. Байубер сияқты ма мысалы? Бірақ сенің жағдайың жете ма оған? Квартираңды төлей аласың ба мысалы? Әке-шешеңнен қашан нан сұрап отырасың? 10 жыл бойы. Саған сосын әрберден саған ешкім гарантия берген жоқ, маған гарантия 100% алып шығасың деп гарантия берген жоқ. Просто сен өзің сенсең ғана алды қарай жүр. Өзің сенбесең қоя сал сразу. Не істейсің оны өз-өзіңді алдап? Сол әне жалпы айтқан кезде. Түсінікті. Тағы қандай әңгіме бар, сұрақ қана ма? Болды ма? Не, болды, рахмет. Бір үлкен бір түйін алдым. Сол жалпы. Ол просто көп ойлану керек та, болды жалпы. Сол енді.